Қайырлы күн тағы да құрметті оқушылар. Бізде бүгін қосымша сабақ. Қосымша сабақта мен сіздерге бірнеше логикалық тақырыпты үйретемін деп шештім. Сіздер алдымен мына есептің шартымен танысып көріп, осындай есептерді шығара аласыздар ма? Бұл логикалық тақырып болса да, теңдеу құру арқылы шығарылатын есепке жатады. Және бұл жерде тіпті теңдеу емес, теңдеулер жүйесін құру қажет. Алдымен оқып көрейік та. Кім шығара алады? Кім жауабын шығарып тұр? Жазып көрейікші. Қорада қоян, қой және үйрек бар. Жалпы саны 23 бас, аяқ саны 66. Егер қой саны қоян санынан 2-ге көп болса, әрқайсысы қанша? Қалай шығарамыз? Шығара аламыз ба осындай есептерді? Жазайықшы. Жоқ болса мен жақсылап тұрып үйретем. Жоқ дейді. Жақсы. Онда мен жақсылап тұрып үйретейін, иә? Сосын барып, мына есепке қайта ораламыз. Біз мына есепті шығара алмай тұрмыз, иә? Қорада қоян және үйрек жалпы саны 23, аяқ саны 66. Егер қой саны қоян санынан 2-ге көп болса, әрқайсысы қанша дейді. Бұл есепті шығару үшін сендер бірінші мына есептен бастап білулерің керек. Мен қазір жақсылап тұрып үйретем, сосын біз кез келген тақырыпта есеп шығара алатын боламыз осы бастар мен аяқтарға. Алдымен біз мына нәрсені түсінейік. Екі түрлі тәсілін көрсетемін. Бірінші тәсілі мынау. Аулада әтештер мен ешкілер жүр, олардың бастарының саны 5, аяқтарының саны 16. Аулада неше ешкі, неше әтеш бар? Жалпы 5 бас бар, иә? 5 тал басты салып қойдым мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Енді әтеште мен 2 аяқтың, ешкіде 4 аяқтың бар екендігін білем. Значит, оларды кем дегенде 2 аяқтан обязательно бар деген сөз, иә? Ең аз дегенде 2 аяқ әрқайсысында бар. Әр бастың әрқайсысында ең аз дегенде 2 аяқтан бар. Сондықтан 2 аяқтан мына бастарға салып шығам. Міне салып шықтым. Яғни 5 басқа 2 аяқтан салып едім, мен 10 аяқ салдым барлығы. Бұндай елестету бізге теңдеу құру үшін қажет. Енді менде 16 аяқ болған. Осыдан 10 аяқты алып тастасам, ар жағында 6 аяқ қалады. Енді осы 6 аяқты мен тағы да 4 аяққа толу үшін 2 аяқтан салуым керек қой. Міне 6-ауын салдым. Яғни 6-ны 2-ге бөлемін 3. Яғни осы шыққан сан бізде 4 аяғы бар жануарлар деген сөз. Яғни бұлар ешкілер деген сөз. Демек 5 бастың 3-еуі ешкі болса, онда 2-еуі әтеш деген сөз. Тексеріп көрем. 3 ешкіде 4 аяқтан 12 аяқ, 2 әтеште 2 аяқтан 4 аяқ. 12-ке 4-ті қосатын болсақ, 16 аяқ шығып тұр. Я? Бұл ең қарапайым түрі. Бұл ана бастауышта 3-ші класста білу керек дүние болған негізінде. Біз қазір көз алдымызға елестеттік, әдейі осыдан бастап тұрмын. Ал енді келесі есепті қараңдар. Менде бастардың саны көп болып берілсе, мысалы 100 бас десе,
Мен онда 100 басты салып отырмаймын ғой, иә? Мен бұл есептің теңдеуін құра алуым қажет. Мен қазір жылқыны X деп белгілеймін, қазды Y деп белгілеймін. Енді теңдеулер жүйесін құрамын. Жылқы мен қаздың бастары ғой енді мынау. Бұлардың қосындысы 9 болып тұр. Яғни X қосылған Y бұл менде 9-ға тең. Жылқыда мен 4 аяқтың бар екендігін білем. Яғни 4 басты 4 аяққа көбейтсем 4X қосылған қазда 2 аяқтан бар 2Y тең аяқтарының саны 28. Енді мына теңдеулер жүйесін біз қазір қосу тәсілімен мен сендерге алдында өзендегі қозғалыста қосу тәсіл деген үйретіп едім ғой, иә? Енді қараңдар, мынау бізде қазір алмастыру тәсілі әдісі деп аталады теңдеулер жүйесін шешудің. Мен қалай шешем? Қарасаңдар, мына жерде 2 айнымалы тұр, иә? 2 әріп тұр. Біз мысалы бұрын X қосылған 3 тең 9 болса, бірақ әріп мен X-ті оп-оңай 6 деп таба салатын едім, иә? Ал қазір X қосылған Y тең 9 болып тұрғандықтан, мен мынаның орнына сандарды қоя алмаймын. Мысалы, мынау 1 болуы мүмкін, мынау 8 болуы мүмкін, мынау 2 болуы мүмкін, мынау 7 болуы мүмкін деп отырмаймын ғой. Демек, мен бұны алмастырып, бір әріпке келтіріп алуым керек. Мына жерде жалпақ тілмен айтқанда 2 әріп болып тұрғандықтан мен бұны шеше алмаймын. Сондықтан мына бірінші тұрған теңдеуден X-ті тауып аламыз. X тең болады 9 азайтылған Y. Дұрыс қой? Y былай қарай өтті, минус Y болып өтті. 9 азайтылған Y. Енді осы мына X-тің орнына әкеліп, осы 9 азайтылған Y дегенді қоямын. Мына 4-тің өзін жазып қоямын. X-тің орнына әкеліп қойып жатырмын, 9 азайтылған Y дегенді. Әрі қарай қосылған 2Y тең 28 деп жазам өзін. Мынаны білесіңдер, ықшамдауды 9 4 36 минус 4Y қосылған 2Y тең 28. 36-дан 28-ді бері қарай алып келе салам. 36-дан кешіріңдер. 36-дан 28-ді бер жаққа алып келем. 4Y-ті былай қарай өткізем. Минус 2Y болып, мынау былай қарай өтеді. Сонда 36-дан 28 азайтсақ 8 тең 2Y. Y тең 4. Яғни Y деген ол бізде не еді? Міне мына теңдеуіме қайтып келемін. Y деген ол менде қаз болатын. 4 қаз. Онда X 5-ке тең деген сөз. 4-ке 5-ті қоссақ себебі 9 шығады ғой. Онда жылқылар 4-еу, жылқылар 5-еу. 5 жылқыда 4 аяқтан 20 аяқ, 4 қазда 2 аяқтан 8 аяқ. Барлығы 28 аяқ шығып тұр. Демек, мен теңдеуді дұрыс шығардым деген сөз. Онда жылқылардың саны 5-еу екен, қаздардың саны 4-еу екен. Яғни мен осындай теңдеулер жүйесін құру арқылы шығардым. Есепті скрин жасаймыз. Есепті. Енді кері байланыс берсеңдер, түсінікті болды ма, жоқ тағы бір теңдеулер жүйесін құрып көрсетейін ба? Өйткені қазір қиын түріне келеміз. Тағы біреу көрсетейін, иә, онда. Оңай жолын көрсеттім ғой жаңа. Скрин жасай қал. Жаңа оңай жолын көрсеттім ғой. Мынау бірінші жолы, иә? Екінші жолы скрин жасап болсаңдар қарандар. Мен айта салдым, иә? 9-ды әрқайсында 2 аяқтан болған соң 18. Сосын 28-ден 18-ді азайтамын 10.
10-ды 2-ге бөле саламын, 5. Бірақ сендер оның мағынасын түсініп тұру керек. 5 деген мынау сонда жылқы, 4 деген мына қаз. Просто көрдіңдер ма? Қазір сендер үнемі оңай жолы лайфхагы деп асығып тұрсыңдар ғой. Сол оңай жолын үйреніп алғаннан кейін, мынау мысалы жаңағындай сендер теңдеулер жүйесін құруды білмесеңдер, онда мына теңдеуді шығара алмай қаласыңдар. Өйткені мынаның уже оңай жолы жоқ. Қараңдаршы. Қорада қоян, қой, үйрек бар. Жалпы саны 23, аяқтар 66. Егер қой санынан қоян санына қой саны қоян санынан 2-ге көп болса, әрқайсысы қанша? Көрдіңдер ме? Мына теңдеуді уже теңдеулер жүйесін құрмасақ болмайды. Сондықтан мен сендерге оңай жолында бір көрсетіп тұрмын, және теңдеулер жүйесін құруды көрсетіп тұрмын. Сонда маңыздысы теңдеулер жүйесін құру. Өйткені қазір сендер оңай жолмен лайфхакты үйреніп алсаңдар, теңдеулер жүйесін құруды білмесеңдер, онда сендерге кейін мәтін қиындап келген кезде сендер құра алмайсыңдар теңдеуді. Не үшін көп оқушы теңдеу құру білмейді? Өйткені сол жаңағы бір оқушы сұрақ қойған сияқты оңай жолмен лайфхагымен шығара салғысы келеді, бірақ теңдеу құру структурасын білмейді деген сөз. Сондықтан үйренеміз. Қазір мен тағы үйретемін. Жылқы мен қаздар жүр. Олардың бастарының саны 10. Қараңдаршы, міне, жылқылардың саны белгісіз x, қаздардың саны белгісіз y. Бірнеше жылқы бар, бірнеше қаз бар деген сөз. Сонда мен теңдеулер жүйесін құрамын. Жылқының санына қаздың санын қоссам 10 шығады. Дұрыс қой, барлығы 10 шығады. Мысалы, мынау жетеу, мынау үшеу болуы мүмкін. Мен оны жай ғана болжап тұрмын қазір, иә? 10 шығады. Енді аяқтарының саны 30. Мәселе аяқта болып тұр. Мынада 4 аяқ бар, мынада 2 аяқ бар. 4 аяқ болғандықтан мынау 4x болады, 2 аяғы болғандықтан бұл 2y болады. Аяқтарын қоссам 30 екен. Болды. Енді осы теңдеулер жүйесін шешемін. Бұл әдіс қосу әдісі емес, алмастыру әдісі деп аталады. Алмастыру. Бұны білулерің керек. Өйткені теңдеулер жүйесі деген келеді. Онда мен мына бірінші теңдеуден оңай болып тұрған x екеуінің қасында коэффициенті жоқ қой. Осы теңдеуден x-ті тауып ала салам. X-ті тапсам, x тең 10 азайту y. Дұрыс қой, дымда қиын емес. Мысалы, мынау 3, мынау 7 болып тұрса, мен мына 3-ті табу үшін 10-нан 7-ні азайтам ғой. Тура сол сияқты 10 азайту y. Просто әріппен ғана өрнектеп алдым. Енді соны әкеліп, екінші теңдеуге қоя салам. 4 өзі тұр. X-тің орнына мен мынаны жазуым керек. 10 азайту y дегенді жаздым. Әрі қарай жалғастырамын. Қосу 2y тең 30. Болды. 4-ті 10-ға көбейтсем 40, азайтылған 4y, қосылған 2y тең 30. 40-тан бері қарай алып келем 30-ды. Әдейі осылай көрсетіп жатырмын, сендер әлі рационал сан теріс санды өткен жоқсыңдар ғой. Минус 4y мына жаққа өтті, плюс 4y болып, минус 2y болып өтті мына жаққа, иә? Плюс 2y-іміз. 2y, y тең 5-ке. Ең бастысы мен ұмытпауым керек, y деп нені белгіледім? Мен қазды белгіледім. Онда қаздың саны 5 деген сөз екен. Ой, онда жылқының саны да 5. Тексеріп көре саламын. 5 жылқы 4 аяқтан 20 аяқ, 5 қаз 2 аяқтан 10 аяқ. Барлығы 30 аяқ шығып тұр. Демек, мен теңдеуді дұрыс құрдым деген сөз теңдеулер жүйесін, және де дұрыс шығардым деген сөз. Скрин жасаймыз, асықпай. Асығыстық жоқ, үйретіп жатырмын. Теңдеу құруды үйреніп жатсыңдар. Даже жүйе құруды үйреніп жатсыңдар, иә? Бұл кәдімгідей бір 3-ші тоқсанда өтетін тақырып негізінде. Бірақ оңай. Сендер әр затты қиын деп ойламаса екен деймін. Ал енді тақтаға шығарып көрейік. Тақтаға шығады. Әрсен. Әрсен. Сәлеметсіз бе? Дайынсыз ба? Иә. Ал Әрсен есеп мынандай.
Жайлауда құлындар мен торғайлар бар. Олардың бастарының саны 11, аяқтарының саны 30. Жайлауда неше құлын, неше торғай бар? Чаттасам жарысып шығаруға болады. Әрсеннен бұрын шығаруға болады. Ал әрсен айта ғой, не істеймін? Теңдеулер жүйесін құрамыз, иә? X қосу Y тең болады 11. Иә. Одан кейін 2x қосылған 4y тең болады 30. Жақсы. Сен демек мына X дегенді торғай деп алып тұрсың, иә? Y дегенді сен Иә. құлын деп алып тұрсың. Жақсы айта ғой енді. Енді x тең y 11 азайту y. Иә. Одан кейін 2 көбейту жақшаның ішінде 11 азайту y. Жақша жабылады, қосу 4y тең 30. Мхм. Сонда 22 азайту 30. Жоқ, 22 азайту 2Y. 22 азайту 2y қосу 4y тең 30. Мхм. Э, 30-дан 22-ні мына жақтан азайта салсақ, 8 8, мына жақта 4Y-дан 2Y азайтсақ, 2y 2Y. Y нешеге тең? y тең 4. Иә, значит, қанша құлын бар деген сөз екен. 4-еу Ал торғай 7-еу. 7. 4 құлын болса, онда торғай 7 деген сөз. Жақсы шығардың. Жақсы түсінікті, иә? Әділхан 4 жылқы дейді. Молодцы. Жақсы түсіндік. Қазір тағы бір теңдеумен бекітейік, сосын 3 жануар болғандағыны көрсетемін. Жарайды ма? Чатқа жазбай тұра тұрыңдар. Айнұр Ерболова деген атпен отырған оқушым қосыла ғой. Айнұр Ерболова. Ерболаева. Айнұр Ерболаева. Жарқынбек Жәния қосыла ғой. Жарқынбек Жәния. Мақсат Ислам. Сәлеметсіз ба? Исламсыз ба қосылған? Ислам, теңдеулер жүйесін құрайық. Апа, мен түсінбедім қалай жатса керек. Сен Wi-Fi қатып қалды сол кезде. Жарайды, Ислам, мен саған үйретейін, иә, онда. Қараңыз, құлындар мен торғайлар жүр дейді. Торғайдың саны белгілі ма? Жоқ. Любой бір әріп айтшы, X пен Y-тан басқа. Ау? Әріп айтшы, X пен Y-тан басқа бір әріп айтшы. А, Б. Жарайды, мынау саны белгісіз А, мынаның саны белгісіз Б болсын, иә? Торғайға құлынды қоссам неше шықсын дейді? 16. 16, бұл бастарының саны. Иә, мынада қанша бас болса, сонша бар деген сөз ғой енді. Торғайда неше аяқ бар? Торғайда 2. Құлында неше аяқ бар? 4. Онда торғайдың аяғын көбейтсем неше 2А болады, иә? Құлынның аяғын көбейтсем, 4 Б. аяқтарын қоссам қанша шықсын дейді? 48. Болды, теңдеулер жүйесі құрылды. Иә? Атыңды айта қойшы, атың кім еді? Ислам. Ислам. Қарай ғой, Ислам. Енді мен мына теңдеуден А-ны тауып алам. Өйткені мен А мен Б қатар тұрған кезде теңдеуді шеше алмаймын ғой, екі айнымалысы бар, иә, бұның. А-ны табу үшін не істеуім керек? 16-дан 16-тан Б-ны азайту керек. Иә, Б просто мына жаққа барды деген сөз. А тең деп тауып алуым керек қой. А-ны өрнектеп жатырмын. А неге тең екендігін. Сонда Б-ны былай қарай өткізсем, ол минус Б болып өтеді.
Енді қарашы, Ислам, мына аның орнына әкеліп 16 азайту б дегенді қою керек просто. Екіні жазып қойдым. Аның орнына нені қоям? Аның орнына б-ні. 16 азайту б дегенді қоям. Өйткені а осыған тең деп айттым ғой, міне. А тең мынаған деп тауып қойдым. Сондықтан осы қорапшаның ішіндегіні мына аның орнына кеп қоюым керек. Қойдым да әрі қарай жалғастырамын мынаны. Қосу 4b тең 48. Бұдан түсінікті ма? Иә, Көбейт енді мынаны. 32. 32 азайту 2-ні б-ға көбейтсем 2b 2b қосу 4b тең 48. 48. Болды. Енді қарашы, сен мына 2b 4b дегеннен қорықпай ақ қой. 4b мен 2b-ның орнына ауыстырсаң 4b минус 2b деген сөз ғой, иә? 48, 32 былай қарай өте салды, 32 болды. 2b тең нешеге? 2b тең 6-ға. 16-ға. b нешеге тең деген сөз? b тең 8-ге. 8-ге, иә? Сонда b бізде не болды жаңа? 8 болды. 8 құлын бар. Ал зат 16. Мынау да 8 деген сөз, иә? И сен бірдеңкені дұрыс бөліп қойған жоқсың ба? 8 құлында 2 аяқтан болса қанша? Ой, 4 аяқтан болса неше аяқ? 8 қалғанда 32. 8 неде 2 аяқтан болса 16. 48 шығып тұр, иә? Сонда қарашы, Ислам, қарашы, сонда біздің мына теңдеуіміз мына жерде тұр ғой, міне. Басында таптық, иә? 8 құлынға 8 торғайды қосса 16. Мынау а, мынау б деген шықты ма, мынау? Шықты. Иә, шықты. 8-ді 2-ге көбейтсек 16 аяқ, 8-ді 4-ге көбейтсек 32 аяқ, 48 аяқ, мынау шықты ма қайтадан? Иә, шықты. Түсіндің ба енді? Иә. Рахмет. Сау Сау болыңыз. Жақсы, жақсы. Түсіндік, иә? Енді бір байланыс беріңдерші, түсіндік па? Апай, мен демейікші, пожалуйста. Мен демейікші. Түсіндік па? Бірінші соған кері байланыс берсеңдер, қазір қиын түрін үйретемін. Қазір мен өзім рандомна шығарам, дерей ма? Мұрат, Ақнұр. Қосыла ғой, Ақнұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Ақнұр? Жаңадан қосылдыңыз ба? Иә. Ақнұр, түсіндіңіз ба теңдеулер жүйесін құруды? Кішкене түсіндім. Мұрат, Ақнұр. Қазір бекітеміз онда сізбен. Ислам шықты жаңа тақтаға. Исламның алдында кім шықты тағы? Жарайды. Ал Ақнұр, теңдеулеріңді құра ғой. Аулада сиырлар, қойлар, қаздар бар дейді. Олардың бастарының саны 40, аяқтарының саны 136. Сиырлар мен қойлардың саны тең. Аулада неше қаз бар? Тура жаңағы есеп. Просто қазір біз екеуінде де 4 аяқ болғандықтан оларды тапсақ 2-ге бөле саламыз, иә? Тура жаңағындай теңдеуді құра берейік. Өйткені сиырлар мен қойлардың саны тең деп тұр ғой. Ал теңдеулер жүйесін құра ғой. X қосылған Y Иә, тең 40. дұрыс. Содан кейін Туттарда 4 аяқтан болсын. 4x қосылған 2 қосылған Y тең қанша? тең 6. 136. Иә, мынау кәдімгі теңдеулер жүйесі. Енді мына жақтан біз x-ті тауып аламыз. X нешеге тең? X тең 40 азайтылған Y. Иә, x-тің осыған тең екендігін таптық. X мынаған тең. Енді мына жерге x-тің орнына кеп соны қоямын. Қосылған 2y. Тең 136.
жүз отыз алты. Көбейте ғой. Болады м, 4-ті 40-қа көбейтсек қанша? 4-ті 40-қа 160. Иә, 160. Неге ойланамыз? 160. Азайту 4-ті Y-қа көбейтсек, 4-ті Y-қа 4Y. қосылған 2 Y, сен 136. Енді Мгм. 136-ны мына жаққа қарай өткізе саламыз, иә? 160 азайту 136 болып келеді мына жаққа. 4Y былай еткенде плюс 4Y, 2Y, минус 2Y болып өтті. 160-тан 136-ны азайтсақ қанша? 160-тан 136 24. 24 тең 2Y. Y нешеге тең сонда? Y-тен 24. Екіге бөлсек? Иә, 24 екіге бөлсек қанша? 12. Иә, 12. Онда бұл 12 ненің саны деген сөз? Ақнұр? Y-тің Иә, Y 12 болса, онда X нешеге тең? 40-тан 12-ні азайтсақ неше? 40-тан 12-ні 28, иә? 28. Иә, сонда 28 бізде сиыр мен қойдың саны екен. Значит, 14 сиыр деген сөз. 14 қой деген сөз. Себебі олардың саны бірдей деп айтты ғой, иә? Саны Иә. тең. Сондықтан шыққан 28-і мен 2-ге бөле салдым. Ал 12-сі онда қаз деген сөз екен, иә? Жақсы, Жанерке, Жанерке дептім ғой, Ақнұр, рахмет. Жақсы. Ал енді бағанағы есепті мен үйретем. Звукты өшірейік барлығымыз. Қазір. Мынаған не болды? Планшетке не болып тұр, мынау? Туф. Планшет неге істемей тұр, болды. Ал енді қараңыздар, мен жаңағы 3-ке көп болса деген жағдайды үйретейін, иә? Қорада тауық, жоқ. Бұл есеп емес, басындағы есеп қайда кетіп қалды? Иә, ана жерде тағы бір зат болу керек қой. Иә, қорада қоян, қой және үйрек бар. Жалпы саны 23, бас, аяғы 66. Егер қойдың саны қоян санынан 2-ге көп болса, онда әр қайсысы қанша? Енді қараңдаршы, алдыңғы есептерде біз тек қана не істедік? 2 ақ жануар болған соң, оп-оңай шығара салдық. Ал енді қазір 3 жануар болып тұр және бір-бірінен кем немесе артық деп айтып тұр, иә? Осы жағдайда мен қалай шығарам? Енді мұқият қараңдар. Мен қоянды X деп алам. Қойды Y деп аламын. Үйректі Z деп аламын. Иә, бұл түсінікті. Енді
Осы үшеуінің жалпы саны 23. Тура жаңағындай құрастырып көремін. X қосылған Y қосылған Z. Үшеуін қоссам саны 23 шығу қажет. Енді қоянда сенде төрт аяқтың бар екендігін білесіңдер. Қойда төрт аяқ, үйректе екі аяқтың бар екендігін білесіңдер. Сондықтан мен жазамын 4x қосылған қой 4y қосылған 2z, бұл менде 66. Иә? Яғни мен мына нүктеге дейін осы шарттар бойынша мен бірінші теңдеуімді құрдым. Теңдеулер жүйесін. Бірақ бізде қосымша тағы шарт болып тұр. Қойдың саны, яғни x. Бұл қойдың саны ғой. Сол қоянның санына, қойдың саны, y екен ғой, тұрыңдар. Қойдың саны, я, y, бұл мына қоянның санынан 2-ге көп болса дейді. X қосылған 2. Дұрыс қой, я? Қойдың саны y дегеніміз, бұл мына қоянның санынан 2-ге көп болса, яғни x қосылған 2 болды мынау. Болды. Осы қосымша шарт пайда болды. Демек, мен сразу y-ті x арқылы өрнектеп тұрмын деген сөз ғой. Y мынаған тең екен. Онда мен мына y-тің орнына мынаны жазаламын деген сөз. Қайта жазып көрейін. X, бұл қойдың саны. Қоянның саны. Келесі қойдың саны x қосылған 2. Қосылған z тең 23. Мен сендерге қазір былай көрсетейінші, міне. Мынау қойдың саны, қоянның саны, мынау қойдың саны, мынау үйректің саны. 23 болды. Мен тек қана мынаны дополнительно жаздым, я, өйткені 2-ге көп деген шарт болғандықтан. Енді мен мынаны 4x болады. 4x қосылған, мынаны 4-ге көбейтем. X қосылған 2-ні. Мынаны 2-ге көбейтем. 2z тең 66. Қайтадан осыны енді ықшамдап жазайын. X-қа x-ті қоссақ 2x қосылған z, 2-ні мына жаққа өткізіп жіберемін, тең 21 болып қалады. Енді мынаны көбейтіп алайық. Мына жерде 4x қосылған 4x қосылған 8 қосылған 2z тең 66. 4x-қа 4x-ті қоссақ 8x қосылған 2z тең 66-дан 8-ді азайтсақ 58 ба? 58. Сонда мына жаққа жаза салайық. 8x қосылған 2z тең 56 болып тұр ғой. Теңдеудің әрбір мүшесін 2-ге бөліп жіберуімізге болады. 58 болып тұр ғой қазір. 58 болып тұр ғой. Әрбір мүшесін 2-ге қысқартып жіберуге болады. 8x-ім 4x болады. Қосылған z тең 58 2-ге бөлсек қанша? 25, 28 ба? 29. 29, е? Болды. Енді мына теңдеулер жүйесін шешудің оңай жолын көрсетемін. 4x қосылған z дегенді үстіне жазайын, өйткені 29 деген үлкен сан болып тұр да. Енді мынаны астына жазам, просто сендерге түсінікті болу үшін. 2z 21. Бұл теңдеуді азайту тәсілімен шығара салуға болады. Неге? Бағанағындай істемей-ақ, мына 4x-тан 2x азайтсақ, міне 2x. X-тан x азайтсақ, x-тар жойылып кетеді. 29-дан 21-ді азайтсақ, 8. X тең болады 4-ге. Яғни бұл қоянның саны 4 деген сөз екен. Онда қойдың саны 4-тен 2-ге көп қой, 6. Бұл бізде қойдың саны екен. 10, онда 13 бізде үйректің саны екен. Тексеріп көрем. Қоянның аяғы 4-4-тен 16, қойдың аяғы 6-4-тен 24.
Мынау 13, екі аяқтан 26. 30, 40, 66 шығып тұр, иә? 30, 40, 50, 66 шығып тұр. Онда мен теңдеуді, жүйені дұрыс құрдым және дұрыс шығардым деген сөз. Қиын болып кетпеді ме? Жақсы, қиындау дейді, иә? Онда тағы кеттік. Онда қазір тағы бір есеп түсіндіріп берейін, жарай ма? Скрин жасаймыз барлығымыз. Негізі күшті есеп. Болды. Мен тағы екі есеп түсіндірем онда, тыңдандар. Маңыздысы сендер түсінгендерің. Мынау жүйе өте күшті жүйе. Ал кеттік. Есептің мынау оңайы. Біз қазір бағанағы есепке барып алайық, иә? Үш жануар барға барып алайық. Мына жерде мынау қате. Міне, мынау үш жануар. Мұқият тыңдаймыз. Теңдеулер жүйесін құру деген ол өте, кім осыны біледі? Ол оқушы керемет есеп шығарады деген сөз. Мынау неге бүйтіп тез жүріп кетеді, Ал кеттік. Бүйтіп қана істейінші. Тағы да үйретем, иә? Мұқият тыңдаймыз. Аулада сиыр, ешкі және қаз бар. Барлығы 30 бас. Аяқ саны 84. Егер ешкі саны сиырдан 4-ке көп болса, әрқайсының саны неше? Рет-ретімен жазам. Сиырды білмеймін, X деп белгілеймін. Ешкіні санын білмеймін, Y деп белгілеймін. Қаздың санын білмеймін, Z деген екіге ұқсап қалады, осы K дей салайыншы, K деп белгілеймін. Енді тура барлығы 30 бас, ал аяқ саны 84 деген жерге дейін бір теңдеулер жүйесін құрып алайыншы, міне. Сиырға ешкіні қосам, давайте былайырақ алайын, кішкене. Бер таман алайын. Сиырдың санына ешкінің санын қосам, оған қаздың санын қосам, барлығы 30 болу керек. Болды, бастарын әңгімесімен бітті. Енді мынада 4 аяқ, 4x, мынада 4 аяқ, 4y, мынада 2 аяқ, 2k, бұл менде 84 шығады. Бірақ енді бізге тағы дополнительно бір шарт қойыпты. Ешкінің саны дейді. Мына y қой, y тең. Сиырдан, сиыр менде x қой. Содан 4-ке көп болса. Сонда бағанағы теңдеуге қайттан кеп қалады деген сөз ғой, балалар. Алдыңғы мына теңдеуде бізде 3 айнымалы болып кетті ғой. Бірақ мына жерге бір шарт қосып беріп тұр ғой. Бұл сиырдан 4-ке көп деп айтып тұрғандықтан, мына ешкі қайтадан x болып қалады да, 2 әріп болып қалады деген сөз ғой сонда. Қараңдаршы, енді екінші жүйені құрсам, мен сиырдың саны x-тің өзін жазам. Бірақ ешкіге келгенде мен y деп жазбаймын. Өйткені ешкі сиырдан 4-ке көп деп тұр, ешкі менде 4 қосылған x болып тұр. Ой, x қосылған 4 болып тұр, иә? Қосу k. Тен 30. Сонда қарасаңдаршы, мына жерде 3 әріп болып еді ғой. Сол 2 әріп болып қалды. XXK. Y деген әріп өз-өзінен жоғалып кетті. Неге? Себебі Y ол X қосылған 4-ке тең екен. Сонда мен мына Y-тің орнына, балалар, X қосылған 4 дегенді жаза салдым.
Өйткені ол сиырдан төртке көп деп айтып тұрғандықтан. Сонда өстіп оп-оңай болып қалды. Енді қараңдар, аяқтарына көбейтем. Мына төрт аяғы бар, 4х. Ал енді мынау жақшамен тұр ғой, бұл менде ешкі болып тұр ғой, ешкі болып тұр. Бұны 4-ке көбейтем. Х қосылған 4-ін қосып көбейтем. Қосылған к менде қаз, 2 аяқ. Сонымен ол 84. Болды. Енді осы жердегі мәселе дұрыстап, әдемілеп ықшамдау. Қараңдар. Ықшамдаймын. Қазір мен мынаны бүйтіп ашып қояйын. Ықшамдап жазғанда қараңдаршы енді. Х-қа х-ті қоссам, 2х қосылған к-ның өзін жазамын да 4-ті мына жаққа өткіздім. Тең 26. Тоқтаймын. Енді мына жерге көбейтіп алайық астында. 4х-тің өзін жазам. Қосылған 4х-қа көбейтсем 4х. Қосылған 4-4-ім 16. Қосылған 2к тең 84. Еш нәрсе істеген жоқпын. Жай ғана көбейтетін көбейтіп, қысқартатын қысқарттым. Қараңдар, 4х-қа 4х-ті қоссам 8х. Қосылған 2к. 16-ны мына жаққа қарай өткіземін. 84-тен азайтам 16-ны. 68. Енді менде мына алдында тұрған коэффициенттер бар ғой, 8, 2, 64-тің, 68-дің өзі, бұлардың барлығы 2-ке қысқарып кетуге болады. Яғни мына теңдеудің әрбір мүшесін мен 2-ке бөлсем, оған теңдеу шығады деген сөз, балалар. Мәндес теңдеу шығады. 8х-ті 2-ке бөлсем 4х. Қосылған 2к-ны 2-ке бөлсем, к-ның өзі ғана қалады. 68-ді 2-ке бөле салам. 34. Болды. Сонда қысқарып ықшамдалғаны мынау болды, Осыны әкеп мына жерге жаза салам. 4х қосылған к сен 34. Енді сендерге түсінікті болу үшін мен мынаны үстіне жазам, әдейі. 4х-ті жоғар жағына жазам, қосылған к. Жай ғана 2 теңдеудің орындарын ауыстырдым, балалар. 34. Астына мынаны жазам. Қараңдаршы, 2х қосылған к сен 26. Сонда мен мына үстіңгі теңдеуден азайтуым керек астыңғы теңдеуді. Оны мен қалай азайтам? Ұқсас әріптен ұқсас әріпті саннан санды азайтуым керек. 4х-тан 2х-ті азайтсам 2х. К-дан к-ны азайтсам 0 болып кетеді. Қараңдаршы, к азайту к тең 0. 3 азайту 3 тең 0 дейміз ғой біз. Сол сияқты екеуінің таңбалары бірдей болып тұрғандықтан бір-бірінен азайтсам жоқ болып кетті. 34-тен 26-ны азайтсақ 8. Осы жерден х-ті таба аламыз, ол бізде 4-ке тең. Сонымен сиырдың саны 4 екен. Міне шықты. Ешкінің саны одан 4-ке көп болса 8. Ешкі 16, 8 2 16 болды. Онда 30-дан 12-ні алып тастасақ, онда к бізде 30-дан 12-ні азайтсақ қанша? 18 ба? 18 қаз деген сөз. Міне, сиыр 4, ешкі 8, қаз 18. Ойбай, қаз қайдан шықты демеңдер, Мына екеуін қоссам 12 ғой. Жалпы басы 30 еді ғой. Сол 30-дан 12-ні алып тастадым. Сол кезде қаз шықты. Енді түсінікті болды ма? Чатты ашам. Скрин жасаймыз. Онша емес дейді. Апай оңай дейді. Мына планшеттің бүгін маған көрсеткен ай. Так. Түсінікті, біз бір теңдеу құруды үйрендік,
иә 12:00. Мхм. Адилхан Тілеужанов тақтаға шығып көре ғой онда. Адилхан, қосыламыз. Сәлеметсіз апай. Сәлеметсіз бе? Чатты ашамын, Адилханнан бұрын шығаруға болады. Мхм. Адилхан, кеттік. Апай, менің атым Бекарыс. Жарайды, Бекарыс. Фамилияңыз кім? Тілеужан. Бекарыс, жарайды. Тілеужан Бекарыс. Жақсы, Бекарыс. Онда біз қоянды белгілеп алайық, иә, түсінікті болу үшін. Иә. Қоян X, тауық Y, үйрек дейді бұл жолы. М бола салсын. М деген сендер түсінбейсіңдер. Т бола салсын. Үйрек. Иә? Иә. Енді 28 бас дейді. Онда бірден жазайықшы, иә, бағанағындай көбейтіп отырмай-ақ. X қосу Y қосылған Т тең 28. Иә, дұрыс айтасың. Жарайды, ол дұрыс айтып тұрсың. Келесін жазсақ та 80 болады, иә. Бірақ енді қоянның саны, мына қоян ғой. Иә. Осы X үйректің санынан дейді. Яғни Т-дан, мына үйрек қой, содан 4-ке көп. Т қосу 4. Дұрыс па? Иә. Сондашы, Бекарыс, қазір мен қоянның санын X деп жазбаймын. Мен қоянның санын Т қосу 4 деп жазам. Түсіндің ба? Жарайды. Онда сен жаз онда. Т қосу 4 деген бұл қоян болды. Қосылған, келесі Y, қосылған, келесі Т, иә? Мхм. Түсіндің ба? Просто қоянның саны үйректің санынан 4-ке көп деп тұр ғой. Үйректің саны Т болса, мынау 4-ке көп болса, Т қосу 4 болады. Сонда мынау қоян болды. Мынау тауық, мынау үйрек. Тең қанша? 28. 28. Енді қоянның аяғын нешеге көбейтем? Қоянның аяғын 2-ге. Қоянда 4 аяқ бар ғой, 4-ке көбейтем, иә? Иә. Т қосу 4, міне 4-ке көбейттім. Y деген бұл тауықтың аяғы 2Y. Қосу үйректің аяғы 2, 2Т. Тең қанша? 80. 80. Болды, енді осы жүйені шешеміз, қара. Т-ға Т-ны қоссақ қанша Т? 2Т. 2Т. Қосылған Y-дің өзі тұр жалғыз. Тең. 4 мына жаққа өтеді. 28-ден 4 азайтсақ қанша? 28-ден 4. 24. 24, иә? Енді қарашы, мынаны көбейтіп ал, мына жерде. Көбейте ғой. 4-ті Т-ға көбейтсек. 4-ті қосылған 20. 16. 16. Қосылған 2Y, қосылған 2Т, 80, иә? Иә. Ұсастарын біріктіре ғой енді. 4-тіға 2Т-ны қоссақ қанша Т? 6Т қосылған 2Y тең. 80-нен 16-ны азайтсақ қанша? 80-нен 16, 74, 64. 64. Енді бұлардың барлығын не істеп жіберсек болады? 2-ке Бөлдері. бөлсек. 6-тыны 2-ке бөлсек қанша? 6-ны 2-ке бөлші просто. 3. 3Т. Мына 2Y-ді 2-ке бөлсек, 2-лер қысқарып кетеді да Y қалады. Тең 64-ді 2-ке бөлсек 32. 32. Міне көрдің ба? Міне 3Т. Давай осыны 3Т қосылған Y тең 32. Болды, енді осының орындарын жай ғана бір-бірінен ауыстырып жазайықшы. Иә? 3Т қосу Y тең 32 дегенді бірінші жаздым. Астына 2Т қосу Y тең 24 дегенді екінші жаздым. Енді мына Бекарыс тыңдап атсың ба? Бір-бірінен азайтсын, иә? 1Т тең 8 бі? Молодец. Т тең 8. Онда үйректің саны қанша екен? 8. Ал қойдың саны қанша болады? Т-ға 4-ті қос деп тұр.
12. 12. Онда мына екеуі қанша болып тұр? 20, сонда 8. 20. Молодец. Тауық онда қанша деген сөз? 8. Түсіндің ба? Иә, Қиын ба? қатты емес. Енді түсіндің, иә? Иә. Скрин жасай ғой. Бәріміз скрин жасаймыз. Бүгін кешке сабақ болады. Болды, апай. Раяна дұрыс. Чатты өшірдім болды, иә. Чатты өшіріп, одан да түсініп шығарғандарың дұрыс. Тақтаған Нұрислам шықсын келесі сетке. Сонымен аяқтаймыз, жарай ма? Нұрислам қосыла ғой. Саламатсыз ба? Осы соңғы есеп, сонымен сабақты аяқтаймыз, жарай ма? Иә. Ал Нұрислам. Бәріміз шығарамыз, шығып кетпейміз. 62 оқушы қатысып отыр, мен көріп отырмын. Шығарып Аулада деміз. сиыр, ешкі және қаз бар. Барлығы 34 бас. Ал аяқ саны 92. Егер ешкі саны сиыр саны 4-ке көп болса, әрқайсысы саны қанша? Иә. Мынаны X дейік. Мынаны U дейік, мынаны Z. Жарайды, Z дейік. Енді тағы бір ақпарат бар, иә? Ешкінің саны дейді. Мына ешкі Y қой. Ешкі саны сиырдың санынан 4-ке көп. Онда не деп жазайын? Сиырдың саны ол X еді ғой. Содан X қосылған 4. молодец. Бітті. X қосылған 4. Енді осы күйінше сразу теңдеу құрайыншы, мынау X. X қосылған Y қосылған Z-тен 34. Нұрислам, Y емес қой, Y-тің орнына сразу не деп жазам? X. X қосылған 4 деп жазам, иә? Қосу Z тең қанша? Тен 34. Иә. Енді аяқтары. Аяқтары Неше аяқ? 4x қосылған 4x қосылған 4 қосылған 2z. Тең болады 92. Иә. Болды, енді ықшамдай ғой. X-қа X-ті қоссам? 8x. Ой, X-қа X-ті қоссам? 2x. 2x қосылған Z. 4-ті былай қарай өткізсем? 34 айтылған 4. 30 болады, иә? Иә. Енді давайте қазір мынаны жарайды, тұра берсінші болыпты. Енді мынаны көбейте ғой. 4x-ті өтеміз 4x, 4-ті 4-ке өтеміз 16. Қосу 2z. Қосу 2z-тен 96. 92, иә? 4x қоссақ қанша? 8x. 8x қосылған 2z. 92-ден 16-ны азайтсақ, былай қарай өткізіп. 92-ден 16-ны азайтсақ, 74. 76, иә? Өтірік айтпаймыз. Бәрін 2-ге бөліп тастайық. 8x 2-ге 4x. Қосылған 2z-ті 2-ге бөлсек 2. Z дегенде құрсын Z. 76-ны 2-ге бөлсек 38. Иә, енді осының астына мынаны жаза салайықшы, иә? Бағанағы тауып қойғанымызды 2x қосылған Z тең 30 дегенімізді жаза салайық. Бір-бірінен азайтамын. 4x-тен 2x азайтсақ? 2x. 2x. X-тан x-тар жойылып кетеді. 38-ден 30 азайтсақ? 8. Сосын
тең 4 болады. Иә, бұл ненің саны? Сиыр. Төрт. Сосын ешкі табу үшін 4-те 4-ке қосамыз, 8 болады. Қаздың саны неше болады? 26. 12. 34-тен 12-ні азайтсақ қанша? 22, иә? Дұрыс па? Иә, 22 қаз бар екен. Түсіндік па? иә. Жақсы, рахмет. Жақсы, балалар. Чатта ашайыншы. Чаттасайын. Бүгінгі сабақ пайдалы болды ма? Сабақ ұнады ма? Скрин жасап үлгермедік, иә? Жарайды, қазір мен несін жазам, жіберем. Кімде соңғы есептің скрины бар, маған жібере салыңдаршы, мен соны чатқа жіберем, жарай ма? Біз күшті үйреніп алдық, жарайды. Арсен Талғатұлы, не болды? Көп затты түсіндім дейді. Рахмет, рахмет Мейір. Қазір мен жазбасын жіберемін. Жексенбі сайын сендерге осылай логикалық есептерді қосып үйретіп тұрам. Рахмет көп. Я, сабақ бітті. Кешке жақын 8:30-да Айкен апайға қосыласыңдар. Сосын қиын есептерді жоқ, просто бүгін Серікболсын ағай сабақ бере алмайтын болған соң, мен Серікболсын ағайдың тобы бекер отырып қалмасын деп 2 топты қоса салдым. Жарай ма? 2 топ бөлек бола береді бұрындағыдай. Просто бүгін Серікболсын ағайдың бір жұмыстары шығып қалғандықтан, мен Серікболсын ағайдың тобы да бір нәрсе үйренсін деп сендерді өзіме қосып алдым. Жарай ма? Маған жібере салыңыздар WhatsApp-ма. Мен сосын группаға жіберем соңғы скринді, иә, кім ала алмай қалды. Сау болыңыздар. Келесі сабаққа дейін. Кешке 2 топта Айкен апайда, иә, сол бұрындағыдай ғой. Сау болыңыздар.